Ринат мырзаның көңіл күйі қалай екен бүгін? Күшті бүгін. Мен бүгін сұрақ қойып жатырмын, сізден де сұрайыншы. Сізді үйіңізде қалай еркелетеді? Үйде ма? Иә. Айтып ұят болып кетеді. Айтып жатырмын. Бұтма дейді. Бұтма дейді. Неге? Баяғы томпақ болған ғой. Құрметті оқырмандар, студияда жаңа қатысушы Ернар ұлдарыңыз. Мәриям айтқандай, 5-ші сезонның 5-ші маусымның бір сері жігіті келіп қалды енді. Келіп қалды. Жүрек сезет дейді ғой деймін да. Сондай ма екен? Сондай сияқты ма? Сен алдағы уақытта қатты бір Баяғыда томпақ болған, қазір томпақ емес. Баяғыда қандай кішкентай Минута осталось, минута. Сүйкімділігіңізге қарап, сондай томпақ сүп сүйкімді болып тұрғаннан кейін сөйтіп айтқан, бітімі солай екен. Қызық болды маған Ринат мырзаны үйіндегілер қалай еркелететіні. Қызық есім екен, достарыңыз ше? Ойбай, айтпай қой, неше түрлі деп. Майра, сен ше туристқа көз қарасың қалай жалпы? Алыста жүрген адамды. Жақсы емес, жаңа айтып кеттім ғой, маған ұнамайды деп мен бақылап, қарап жүрген жалпы ұнамайды. Егер жігітім болса, ұнатып жүрген жігітім болса, который бірге жұп болып жүрген, оған рұқсатын беремін. Бірақ андай достар, таныстықтағы деген ұнамайды маған. Сенімсіз деп болып қалды. қуандырмай ақ қояйық. Берғаны олар. Беріқан көргенімізге қуаныштың барша оқырмандардан жалынды сәлем. Осы жылы Құда қаласа, Илхан, Бега, Ислам бәріміз отырып осы жақта жарымыз табамыз деген ниет. Саддәулет мына тізімде де жоқ, Ол жоқ. Жоқ сияқты. Сөзім. Солай. Жоқ болған күннің өзінде. Болған өзінде де жігітіммен ба? Бір біріңе сенбей деген сияқты. Ол мен күнде бақыламайтын едім, егер мен қосып қойған жағдайдың өзінде де. Мен тек қана бір түнде кешігіп, бір нәрсе сондай болып қалып жатсам, бір уайымдап қана қарамасам. Егер туриста бар деген атаған. Иә.